О майо, арендегіде жұмысты да бітіріп келдік қой ауылымызға. Майо, қаладан кішкене жаңа үйректің еттерін бәрін апарып, тауықтың еттерін деген үйректеп ушын сөйтіп келгесін. Короче, так, что там ауыл сол тым-тырыс сол күйі әлі. Так, машинамыз гараж жоқ ма? Гаражға база жоқ, ешкім тиісіпті. Ашық қалдырып кете саған ма? Йоп, достар, ойланыш. Осы тұра берсін енді. Так, есігін жауып асылайын. Все. Так, ауыл жым-жырт. Сол обычный ешқандай не жоқ. Ештеңе өзгермеген сол күйі. Так, үйім қандай. Так, что-то көрші не істеп жүр екен. Көрші. Ох, блин. Достар, осы көрші бір аурама, бір әдеті бар ойдың бай дейші. Қоя бір шында. Достар, қайта мен жаңа тауықтың еттерін фермада өсірген соларды сойып, осындай ақша тауып, үйге продукт алып келгесін болса қазір шығаратын болам. Так, мінеки продуктылардың бәрін өсіп, қазір холодильникке сақ қоятын боламыз. Так, мынаяқтарға бірінші төбесіне салайық, достар. Так, төбесіне салайық. Төбесіне біз не саламыз? Конечно, торт, пирог, потом нан, печенье дейтіндерді салып қоятын боламыз. Мынаяққа қандай етті тамақтарды сақ қоятын боламыз. Әлі піспеген еттер. Қарным ашса, яғни пісіріп алам. Достар, бір тамақ ішіп алу керек деген. Ладно, ішіп алсақ, достар. Аш жүруге алмайды, дегенмен тамақ жеп жүргік. Так, пирогтан жеп алайын, достар, Так, жеп алсақ. Так, отырайық. Ё-май, достар, қарным ашып қапты ғой. Йоп, кәдімгідей бүйтіп тамақ жемейтінім ғой мен, достар. Так, үйдің бәрін осы қалаға кетпес бұрын жинап кеткен болатын. Так, свет өшірсілік, экономдық кішкене свет. Бұл бөлмем енді веранда дей өсең болады, көріш. Осы жерде жатасың, тұрасың, мынақта компьютер, ноутбук бар. Так. Енді үй обычный енді. Ештеңе де алмайсың. Так, отырайық. Телевизор қарайық дегендей. Так, телевизор не болады, достар, сол баяғы недер болып жатқан жер, достар. Так, пульт алайық. Так, ал қосып көрейік, не болып отыр екен? Жоқ, бұны көрмеймін. Жоқ, бұл киноны көрмеймін. В общем, достар, телевизорда ештеңе жоқ. Сол бір нәрсе болып тұра береді. Бұны өшіп кетесілік. Так, бұны жауып асылайық. Туалет қандай болып тұр екен? Туалет бәрі таза. Душқа түсіп қойық, достар, бір. Жылы су ғой ма, достар, рахатқа. Жылы ыстық су мұздайсы орнатып алғасын, короче. Жалюз жауып асылайық. Бәрі тұр, короче, айна бәрі бар. Так, шашын тарап алайын. Все. Енді үйіме кіріп, бөлмеме барып, ұйықтайын енді. Так, мен бөлмем не отырған? Мен бөлмем шаң басып отқан жоқ па? Так, свет қақты, достар. Вот, менің бөлмем сол, обычный бөлме. Енді дала адем көрінеді. Фонар бар, лампы бар дегендей. Жек отырасың. Қағаздар жазасың, анау-мынау істейсің, жұмыстармен айналысасың, өшім айтқанда. Так, мен достар, компьютер шықылмалы көп болды негіз. Так, қосайық. Так. Достар, бізден қосып, біз өтпіқті. Так, қосайық. Так. Все. Енді, ештеңе көргім тұрғанда жоқ негіз, достар. Мұна камераны достар қолдану керек еді бізге. Сол бей босқа тұрғау дегендей да. Мен өзім бөлмемде телевизор бар. Бірақ көрмеймін да, бірақ азаннан кешке жұмыста жүрмін. Енді мен дейтін бір аптаға демалысқа шықтым, бастығым сөйтіп айтты, бір аптаға демал деп. Короче,
сондай ауыл бәрі тып-тыныш. Ал достар, біз енді ұйықтап алайық тып-тыныш. Ұйықтап, кішкене ұйқымды қандырып, одан кейін барып ұйқыдан тұрайын, достар. Еще шаршап келдік. Қалаға бару деген де оңай емес. Ал жатайық. Ё-моё, чё за звуктар нам бәрі? Блин, кімдердің дауысы, кімдер сөйлей берді? Төн обед шаңғай түсті, ешкім өйтіп не істемейтін еді ғой, ұйқы бермеді ғой. Ё-моё, кім сөйлеп өліп атқан? Какой-то бір жамырап атыр ғой орысша айтқанда. Чё за звук? Қақтан шығып атыр осы? Ей, достар? Чё за тұрғындар? Чё за адам? Достар, барып көрейікші кеттік. Ассаламағалейкум аға. Так, қалайсыздар? Неге бәрі жинақ болған? Ассаламағалейкум. Жода түріңіз таныс қой жода. Ассаламағалейкум. Так, ассаламағалейкум аға, не болып отыр бұяқта өзі? Так, көрші, ассаламағалейкум, қалайсыз? Қалайсың? Бауырым, қалайсың? Чо там не істеп жүрсің? Мен сол, осы жақта адамдар үйіліп тұр екен. Вообще, жаңа ұйықтап отсам, бір өліс сөйлеп атыр, сөйтсек, адамдардың бәрі не қып жиналып қалған? Естімедің ба? Нені? Бізге жаңадан әкім сайланып отыр ғой. Артыңа қарасаңшы. Чуна, не істеп жүр? Артыңа қара. Жаңа әкім дейді. Чоса әкім қастарына полициялар тұр екен еще. Короче, не істейтін болды онда? Бұл әкім қақтан келді? Бұл әкім өзі президенттің тапсырмасымен кепті. Осы жаққа президент өзі сайлады. Әкім бұл осы ауылға. Күшті. Бұл әкім енді не дейді екен бізге? Тыныштабамыз, қалайық. Сіздердің алдарыңызда әкім сөйлейді. Құрметті ауыл тұрғындары, мен Қошқарбай, осы ауылға әкім болып сайланудамын. Менің яғни президенттің жарлығымен осы ауылдың яғни әкімі болып жатырмын. Сіздердің алдарыңызда осы ауылды көркейтуге және де біраз үлес қосуға және де халықтың жағдайын түзеуге сіздердің алдарыңызда адал болуға ант беремін. Базар жоқ. Әкім енді адал болса, енді көреміз енді ол жағын. Чо там көрші? Әкім қалай? Норм сияқты чота. Жақсы әкім сияқты чота дейтін. Қазақшада таза сөйлеп қойды екен. Бір қасында полициялар салыпты. Полициялар бар екен қасында. Ал әкім мырза, мен бір сөз сөйлеп кетейін. Әкім мырза, осы ауылдың тұрғындары, мен кеше ғана, яғни 2-3 күн бұрын келсемде бұл ауылға үйреніп қалдым. Енді біздің әкімге енді дауыс берулеріңізді сұраймын. Біздің әкім адал әкім болайын деп тұр ғой шыққанда. Сол, не дейміз енді басқа? Мен осы ауылдың тұрғыны Нерби. Яғни сөзімді аяқтаймын. Ал, сау болыңыздар. Бәріміз тараймыз үйлерімізге. Бүгінгі әкім сайлауы бітті. Қайтты өптік. Достарым, мен ойламадым да. Бұнша адам біздің ауылда тұра ма деп. Қаяқтың? Мен тұрмай ма деп ойладым. Достар, менде бір зор идея бар да ше. Көршіні білесіздер ғой, көршіні. Көрші қарап тұр ма? Осы көрші. Что-то анеға қарап тұр ойдым да. Бір қойдым взглядын. Осы көршінде ой. Бір нәрсе қып, ана әкімге айтып, бұны құртамыз ойдым да. Осы ауылдан. Или болмаса түрмеге жауып салу керек. Бұл достар, бұны мен бірінші зерттеймін. Бұл қандай көрші, бұл может жақсы адам болып шықса, мен соңында меңінер болып шығам босқа. Сондықтан бұны кішкене бір шайға шақырып, үйіне барып, бір күн әңгімелесіп сөйтіп қайту керек та достар.
ушуну сүйдүк бір күн болмаса бір күн. Норм адам сияқты түріне қарасаң, бірақ кім біледі, норм адам ба, норм адам емес па. Ушун мен де білмеймін оның қандай адам екенін. Все достар, енді еще қаладан да шаршап келдім, адамдар да ұйқы бермеді, ұйықтайын кішкене.